Мират Еркемай, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Баймырза Беспаев атындағы мектеп-гимназияның 10-шы сынып білім алушысы. Жылдың үздік оқушысы 2020 байқауының қатысушысымын. Адамды адам болып қалыптастыратын орта мектеп. Мектепті білім айдындағы үлкен кемеге теңегім келеді. Мектеп білім тірегі, ұстаз оның жүрегі деген нақылдың мәні қаншалықты терең десеңізші. Ел ертеңі ұландардың бойына білім мен өнерді, адамгершілік пен адалдықты, шыншылдық пен қайырымдылықты, рухани және ұлттық байлықты сіңіретін, оларды тұлғалы азамат етіп қалыптастыруда зор үлес қосып, мол еңбек ететін ұстаздар. Менің де тұлға болып қалыптасуыма ұлағатты ұстаздарымның сіңірген білімі мен тәлімі орасан зор. Олай болса, елінің тағдырындағы менің рөлім қандай? Өз өлкенің тарихын білмей болашаққа қадам басу мүмкін емес. Қазақстан тарихының бір бөлшегі ретінде өз ауылының тарихын танып, ұлы тұлғаларын ұлықтап, өзгелерге таныту менің мақсатым. Осы орайда мен 2018 жылғы республикалық табиғатты аяла жас өлкетанушылар мен экологтар, табиғат зерттеушілерінің мерейтойы мен Астана форумына қатысып, бірінші орынды иелендім. Сонымен қатар, өз өлкеңнің тарихын білесің бе? Рухани жаңғыру қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының аясында өткізілген Best Video туған өлке онлайн байқауларының жүлдегерімін. Менің отаным Қазақстан атты туристік экспедициялық жас сақтар слетінің белсенді қатысушысымын. Өзгені бағындырсаң күштісің, өзіңді бағындырсаң құдіреттісің дегендей, өзімнің әрбір ісімді сыныптастарыммен кеңесіп, кішілерге үлгі болуға және жақсы бастамалардың жаршысы болуды бойыма сіңіргенмін. Мектеп көшбасшысы ретінде қайырымдылық акциялар ұйымдастырып, көмекке мұқтаждарға қол ұшын созуға қолғабыс етудемін. Табиғат адам өмір сүріп жатқан ортақ үй, ортақ мекен. Ағаш жапырағымен, жер топырағымен көрікті дейді халқымыз. Табиғат көркейіп, желегі жасыл тартса, адамның да тынысы кеңейіп, көңілі көтерілер анық. Сондықтан да табиғатқа өз үйіндей қарап, оны аялау баршамыздың міндетіміз деп білемін. Жасыл ел мүшесі ретінде форумдар мен ғылыми жобалар байқауында табиғатты аялау парызымыз екенін насихаттауды іспен дәлелдеудемін. Мен мектебімізге есімі берілген, ауылымызда ең алғаш мектеп ашқан Ұлы Отан соғысы ардагері Баймырза Беспаев атамыздың батырлығына, Әлия Молдағұлованың өжеттігіне, ерлігіне тәнті болып өскен бойжеткенмін. Сондықтан да, егер де ел басына қауіп төнсе, ел қорғайтын мергендік қабілетімді ел тәуелсіздігі үшін ұсына аламын. Бұл жетістіктерге жетуге себеп болған пәндік білімім. Білім алудың тамыры ащы, бірақ жемісі тәтті деп бірінші ұстаз Аристотель айтқандай, білім менің болашағымның жарқын болуына бірден-бір кепіл. Сондықтан да білімді шыңдау мақсатында байқаулар мен олимпиадаларға қатысудамын. Нәтижесінде аудандық, облыстық пән олимпиадаларының жүлдегерімін. Сонымен қатар химия, математика пәндерінен республикалық, халықаралық қашықтық олимпиадаларының жеңімпазымын. Облыстық тарих пәнінен ғылыми жоба, Әл-Фараби тағылымы шығармашылық жоба байқауының 3-ші орын иегерімін. Ертеңге үмітпен қарау мен үшін өте маңызды. Алған білімімді өмірде пайдаланып, Қазақстанның өсіп-өркендеуіне өз үлесімді қосамын. Өз ойымды елбасымыздың терең білім, тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл ой, азаматтығымыздың алғашқы